Айымның қолында кішкентай ғана телефон бар еді. Бірақ ол телефонның ішінде үлкен әлем жасырынып тұр. Телефон арқылы Айым би үйренді. Қызықты мультфильм көрді. Жаңа нәрселер білді. Телефон ақылды көмекші. Ол бізге көп пайдалы нәрсе үйретеді. Бірақ ұзақ қарасаң көзің талады. Бас ауруы мүмкін. Ал далада достарың сені күтіп тұрады. Телефон кейде тағы 5 минут деп алдайды. Сол кезде анасы жай ғана айтты: "Қызым, телефонды сен басқар. Телефон сені басқармасын." Айым ойланып қалды. Ол телефонды сөндірді. Сыртта күн жарқырап тұр екен. Достары мәз-мейрам болып ойнап жүр екен. Айым оларға қосылды. Кешке Айым телефонды қайта қосты. Бірақ бұл жолы тек сабақ үшін. Телефон жай ғана құрал. Ал нағыз қуаныш шынайы өмірде. Достар, Айым дұрыс жасады ма?